Сәлем достар, қараңызшы қандай керемет, дәмі тіл үйретіндей үлпілдеген әдемі пирог. Үлпілдеген соншалықты сіңілім қызығып ойнап қалып тұр ғой. Ендеше бірге сол үлпілдеген творожник пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажетті нәрселер осы болады. 180 грамм сары майды алдын ала тоң азытқыштан алып, осылай ұсақтап турап қоямыз. 4 жұмыртқаның ақ уызын сарысынан алдын ала осылай ажыратып дайындап қоямыз. Жаңағы сары майымызға 50 грамм қант қосамыз да миксермен әбден шайқаймыз. Мінекей достар, сары майымыз бен қантымыз әбден езілді. Енді оларға бір түйірлеп жұмыртқаның сарысын қосып тұрамыз. Әбден араласқан күтеміз де келесісін құямыз. Сөйтіп бүкіл 4 сарысын қосып шығамыз. Мінекей достар, сары майымыз бен жұмыртқаның сарысы, қантымыз барлығы әбден араласып, бір текті масы болып шықты. Енді соның үстіне ұнымыз бен қопсытқышты елеп аламыз. Бірақ та деген қолмен былғауға асықпаймыз. Неге десеңіз, қолдың қызуына май тез ериді, сосын ұнды көп соратын болады. Сосын қамырымыз сондықтан қатайып кетуі мүмкін піскеннен кейін. Сондықтан біздер жаңағы асқа арналған қалақпен былғап аламыз әбден. Содан соң ұнның үстіне нантақтайға салып аламыз да жаңағы шыққан қамырымызды теп-тез бір-біріне жабыстырып аламыз, ертіп алмай. Шыққан қамырымызды тепеден екіге бөлеміз. Бір бөлшегін тағы екіге бөлеміз. Соның 4-тен 1 бөлігін пластик пакетке салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Ең үлкен бөлшек қамырымызды пергамент қағазының үстіне қойып, оқтаумен жаямыз. Формаға қарай, егерде 4 бұрышты болса 4 бұрыштылайсы, менікі дөңгелек болғасын, мен дөңгелетіп жайып жатырмын. Жаңағы қалған күттай бөлшегімізді ыңғайлатып жайып аламыз да, айналасына бұртық құсатып жасап қоямыз. Жоғарылығы оның 3 сантиметрдей болу керек. Мінекей қамырымыздың жан-жақтарын көтеріп 3 сантиметрге де дүзетіп алдық. Енді астындағы қамырды піскен кезде көтерілмес үшін айыр қасықпен осылай шаншып қоямыз. Қалауымыздың сыртындағы артық пергамент қағазымызды кесіп тастаймыз.
Енді ішіне құятын толтырғыш дайын болғанша қамырымызды тоңазытқыштың ішіне салып қоямыз. Аспаздық толтырғыш жасау үшін жаңағы жұмыртқаның 4 ақуызын аламыз да бір шымшық тұзбен миксермен әбден шайқаймыз. Ақуызымыздың көбігі қатайып келатқан кезде бір қасықтан қантты салып тұрамыз. Мінекей достар, көбігіміз қатайды. Енді осыған 40 грамм кукурузды крахмал қосамыз. Сосын шамалап қана шымшып ванилин қосып жібереміз. Жай айналыммен бастап шайқауымызды жалғастырамыз. Бір қасықтан қаймағымызды қосып тұрамыз. Мінекей достар, аспаздық толтырғышымыз дайын болды. Енді тоны аздықштың ішіндегі қамырымызды әкелеміз де, соның ішіне толтырғышымызды құямыз. Беттерін жақсылап тегістейміз де, жаңағы мұздатқыштың ішіндегі 4-ші бөлікті әкеліп төркіден өткізіп бетіне себелейміз. Осындай болып шығу керек. Пешімізді алдын ала 180 градуске қыздырамыз да, пирогымызды 40 минутқа салып қоямыз. Пирог піскенде қатты көтеріледі, беті кішкене жарылуы мүмкін. Сондықтан бірден 40 минуттан кейін алып шықпайсыз пирогты, бір 5-10 минут есігін ашып қойып күтесіз. Содан соң түсіресіз де, міне осындай үлпілдеген әдемі пирог шығады. Шайларыңыз дәмді болсын.